Саламатсыздар ма? Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері пәні бойынша бүгін біз C++ программа тілінде ең алғашқы программа құруды үйренеміз. Ол үшін бізге DevC болмаса Visual Studio программалары қажет болады. Ал егер сізде DevC болмаса Visual Studio программалары жоқ болса, онда онлайн компиляторды қолдансаңыз болады. Ол үшін сіз ноутбугыңызға болмаса компьютеріңіздегі Google-ға кіріп, интернетке кіріп, Google-ға сіз C++ онлайн компилятор деп жазсаңыз, егер де сізде компьютер болмаса ноутбук жоқ болса, сіз телефон арқылы да онлайн компиляторларды қолдансаңыз болады. Телефоныңыз арқылы Google-ға кіріп, C++ онлайн компилятор деп іздесеңіз, сізге бір емес бірнеше онлайн компиляторлар шығады. Біз соның ішінде бірінші шығып тұрған C++ Shell онлайн компиляторын қолданайық. C++ Shell онлайн компиляторы бұл қолданғанға өте ыңғайлы. Ал енді біз C++ тілінде программа құруды үйренейік. Ең бірінші библиотекадан бастаймыз. Include IOStream. Include IOStream деп отырғаным бұл библиотека, яғни бұл жерде IOStream I деп отырғаны, I дегені бұл input деген мағынаны білдіреді, яғни енгіземін. O деген әріпі output деген мағынаны білдіреді, яғни бұл шығарамын деген мағынаны білдіреді. Біз C++ тілінде cout болмаса sin, яғни cout деп отырғанымыз бұл экранға шығарушы қызмет атқарады, яғни шығару операторы. Ал sin деп отырғаны бұл енгізу операторы, яғни енгізіп отырады. Егер де сіз енгізу және шығару операторы cout, sin операторларын қолданатын болсаңыз, міндетті түрде C++ тілінде IOStream библиотекасын қолдануыңыз қажет. Include IOStream библиотекасынан кейін біз программаның бастаймыз, яғни басын жазамыз, бастаймын int main. Яғни бұл басы деген мағынаны білдіреді. Егер де сіз қандай да бір комментарий немесе осы кодтардың описаниясын жазатын болсаңыз, екі слэш сызығын қойып, осы жерге жазып қоясыз. Мысалы, int main деп отырғанымыз бұл begin, яғни программаның басы деген сөз. Енді біз программаның денесін жазамыз. Ол үшін біз фигурная скобканы ашамыз. Программаның денесі ол фигурная скобканың ішіне, яғни жүйелік жақшаның ішіне жазылады. Cout, яғни қайталап өтейін, бұл шығару, экранға шығарушы қызметін атқарады, шығарушы оператор. Couttан кейін міндетті түрде осындай знак қойылады. Ал енді біз тырнақша ашамыз, тырнақшаның ішіне жазамыз карантин, тырнақшаны жабуымыз керек. Тырнақшадан кейін міндетті түрде әрбір оператордың соңына нүктелі үтір белгісін қоямыз. Couttың соңына мен программаны аяқтаймын деп жазамын. Return 0. Return 0 деп отырғанымыз бұл мәнді қайтарушы оператор. Яғни мен карантин сөзін экранға шығарамын. Код сөзінің, яғни карантин сөзін экранға шығару кодын жаздым. Енді мен кодты тексеру үшін run батырмасын басамын. Төменгі жақта бізде экранға жауабы шығу керек. Менде қате деп тұр, өйткені мен couttың алдына std деген көмекші операторды жазған жоқпын. Ал енді тексеріп көрейін. Міне карантин сөзі экранға шықты. Ал мен бір емес бірнеше cout қолданған кезімде, ол кезде мен әрбір couttың алдына std деген сөзді қайта-қайта жазып отырмау үшін, мен include IOStream библиотекасының астына using namespace std командасын жазамын. Сол кезде мен әрбір couttың алдына std-ні жазып отырмаймын. Ал енді мен бір емес бірнеше coutты қолданайын. Екінші coutқа мен экранға үйде бол деп жазайын. Үйде бол. Ранды басамын. Міне бізде төменгі жағымызда карантин үйде бол сөздері шықты. Ал егер де мен осы жерде үйде бол сөзін карантин астына шығаруым керек, яғни екінші жолға түсіру үшін мен бірінші cout, яғни карантин сөзінен кейін couttың өзінің белгісін қойып,
endline деген көмекші операторды жазамын. Endline'нан кейін міндетті түрде нүктелер қоюымыз керек. Endline деп отырған бұл осы жолды аяқтаймын деген мағынаны білдіреді. Яғни осы endline'нан кейін жазылған екінші сауаттағы үйде бол сөзі келесі жолға жазылады. Ал тексеріп көрейін. Ранды басамын. Міне компилятор тексерді. Карантин үйде бол. Міне келесі жолға шығарды үйде бол сөзін. Ал мен енді үшінші сауатты қолданайын. Үшінші сауатты қолданамын. Ол жерге мен біз біргеміз деген сөзді экранға шығарайын. Біз біргеміз. Біргеміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз сөзін үшінші жолға шығару үшін үйде бол сөзінен кейін сауат белгісін қойып, endline көмекші оператор жазамын. Endline'нан кейін міндетті түрде нүктелі үтірді қоюымыз керек. Ал енді тексеріп көрейік. Ранды басамын. Компилятор тексеріп жатыр кодты. Міне карантин үйде бол біз біргеміз сөзі әрбір сөздің астына шығып, яғни үш жолға үш сөз шықты. Яғни біз көріп отырсаңыздар, бүгін C+ тілінде ең алғашқы программа жазуды үйрендік. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға үлкен рахмет.